Ассалаумағалейкум достар. Сіздерді өз сайтымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз Pascal бағдарламалау тіліне арналған бейне сабақтар сериясын бастайтын боламыз. Жалпы бұл бейне сабақтар Pascal тілін үйренгісі келетіндерге арналған бейне сабақтар болып табылады. Сайтымызда 15-тен астам осы Pascal тіліне арналған бейне сабақтар қарастырылған. Көріп, үйрене берсеңіздер болады. Бейне сабақ барысында өтілген тақырып бойынша нақты бір мысалдар келтірілетін болады. Біз сіздермен сол мысалдарды бейне сабақтың барысында қарастыратын боламыз, өзіміз құратын боламыз. Жалпы мен ол құрылған бағдарламаларды сайтымызға жүктеп қоямын, салып қоямын. Сіздер сол жерден өздеріңіз жүктеп алып, керек кезде пайдалана бересіздер. Жалпы бейне сабақтарда біз Pascal тілінде бағдарлама жазу үшін мынау Pascal ABC ортасын пайдаланатын боламыз. Әрине Pascal тілінде бағдарлама жазу үшін тағы да Free Pascal, Turbo Pascal орталары да бар. Біз олармен емес, осы Pascal ABC ортасымен жұмыс жасайтын боламыз. Жалпы бұл ортаны мен келесі сабағымда қалай компьютерге орнату керектігін көрсететін боламын. Әрине бұны өзінің ресми сайтынан тартып жүктеп алып біз компьютерге орнататын боламыз. Не болмаса сіздерге қиыншылықтар туындап жатса, мен бұны өзімнің сайтыма жүктеп қоямын. Сіздер сол жерден жүктеп алып компьютерге орната беретін боласыздар. Жалпы енді сіздерге тілерім әрине сәттілік, одан кейін барып шыдамдылық тілеймін. Шыдамды болыңыздар. Әрине өтілетін материалдар бірден сіздерге түсініксіз болуы мүмкін. Одан кейін барып көп практикалық жұмыс жасаңыздар. Шыдамдылық және көп практикалық жұмыстың арқасында сіздер өтілген тақырыптардың мәнін түсінетін боласыздар. Сонымен бүгінгі біздің кірісе бейне сабағымыз аяқталды. Сіздерге сәттілік тілей отырып, келесі сабақтарда кездескенше деп қаламыз. Аман сау болыңыздар.